Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен ең оңай және қол жетімді мастика дайындайтын боламыз. Үй жағдайында дайындаймыз. Мастика дайындау үшін бізге қант ұнтағы, бал және желатин және кішкене су қажет болады. Ең алдымен суымызды желатинге қосып, микроволновкаға 10 секундқа жіберетін боламыз. Желатиніміз толық еруі қажет. Халал түрін алуға кеңес беремін. Мінекей желатиніміз осылай еріп шықты. Ал енді сол еріген желатинімізді балға араластыратын боламыз. Екеуі балымыз толық еріп бір-бірімен жақсы араласу үшін ыстық қайнап тұрған суға салып, балымыз толық ерігенше осылай араластырып тұратын боламыз. Мінекей осылай бірдей масса болып бірікті. Ал енді осы массамызды қант ұнтағына қосып, осындай силиконовый лопатканың көмегімен араластырып алатын боламыз. Толық араласқан соң қолымыздың көмегімен қамыр илегендей илеп бір-біріне біріктіретін боламыз. Ол үшін бізге ұн емес, кукуруз крахмалы қажет болады. Кукуруз крахмалын осы мастикамызға араластыра отырып, жабысып қалмас үшін осылай жақсылап қамыр илегендей бір келкі масса етіп илеп алатын боламыз. Мастикамыз дайын, осындай болып шықты, қолға жабыспайды. Және де осы массамызды пакетке салып, ауа өтпейтіндей етіп, холодильникке 1 сағатқа қалдырамыз. Немесе бөлме температурасында қалдырсаңыз да болады. Ауа өтпесе болды. Мінекей 1 сағаттан соң ашып, өзімізге қажетті бөлікті алып, осылай тақтайшамызға жүгері крахмалын сеуіп, мастикамыз жабысып қалмас үшін осылай жайып алатын боламыз. Оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Жайылуы өте оңай, жұп-жұмсақ, және де қолданардан алдын, егер холодильникте тұрған болса, 1 сағатқа сыртқа қалдыруға кеңес беремін. Сонда жұмсақ кәдімгі қамыр секілді болып тұрады. Ал холодильникте тұрса өте қатты болып тұрады. Мінекей осындай формочкалардың көмегімен осындай қардың бейнесін жасап алдым. Бұл формочканың үшеуін мен 650 теңгеге кондитерлік дүкеннен сатып алдым. Өте әдемі көрінеді. Қараңыздар, күшті болып шықты. Қол жетімді әрі тез дайын болатын мастикамыз дайын. Және де осындай силиконовый формалардың көмегімен мен цифраларды жасап алдым. Дайын болған қардың бейнелерін холодильникке 1 сағатқа немесе бөлме температурасында 3-4 сағатқа қалдырамыз. Сол кезде қатты болып қатып шығатын болады. Мінекей тортымды осылай қардың бейнесімен әсемдеп шықтым. Сіздер де дайындап көріңіздер. Жасалуы өте оңай және қол жетімді. Жаңағы айтқан цифраларым осындай болып шықты. Өз формасын жақсы ұстап тұр. Және де мастиканың дәмі өте керемет болып шықты. Магазиннің мастикасынан еш кем түспейді. Жасап көруге кеңес беремін. Дәл осы елка тортын менің арнамнан көре аласыздар. Менің арнама тіркеліп қойыңыз. Келесі видео рецепті дәл осы шырша тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп алыңыз. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет.